Сабағымыздың тақырыбы заттардың тасымалдануына қатысатын өсімдік мүшелері. Зат тасымалына қатысатын келесі мүшелер бар. Бұлар тамыры, сабағы және жапырағы. Бірінші тамырдың қызметіне келетін болсақ, бұл өсімдікті топырақта бекіту. Екінші қызметі су мен минералды заттарды сіңіру. Тамырдың түрлеріне келетін болсақ, біріншісі негізгі тамыр, жанама тамыр және қосалқы тамырлар. Тамыр құрылымына келетін болсақ, тамыр аймағына кірмейтін, тамырдың ең ұшын зақымданудан қорғайтын тамыр оймақшасы бар. Одан кейін тамырда 4 аймақ. Біріншісі бөліну аймағы. Жасушалар үздіксіз бөлініп, тамырдың басқа бөлімдерін қалыптастырады. Екінші аймағы өсу аймағы. Жасушалар ұзыннан созылып, ұзарып, топыраққа терең енуіне әсер етеді. Үшінші аймағы сору аймағы. Топырақтағы су мен минералды заттарды сіңіреді. Беттік жанасу ауданы үлкен болу үшін тамыр түктері бар. Соңғы 4-ші аймағы өткізу аймағы. Онда су мен еріген заттарды өсімдіктің жер үсті мүшелеріне өткізеді. Көріп отқан шынайы суреттен тамыр аймақтарын айқын көруімізге болады. Су мен минералды заттарды төменнен жоғарыға қарай тасымалдайтын ксилема құрылымы. Органикалық заттарды екі бағытта да тасымалдайтын флоема құрылымы.